Бәріңе сәлем, байланыста жұмбақ әлем. Кинолардағы қылмыскерлердің банк тонап жатқанын талай рет көрген шығарсыздар. Бірақ кинодағы кейбір сценарийлер де өмірден алынады. Бүгінгі шығарылым таңғаларлық тонаулар жайлы болады. Глазгоу, Лондон пошта пойызы. Пойыз вагондарының бірі айына бір рет тозығы жеткен ақшалармен толтырылатын болған. Оларды тіркеп өртеу үшін ағылшын банкіне жіберіп отырған. Мұны естіген антиквариат саудагері Брюс Рейнольдс 15 адамнан тұратын топ жинап, әйгілі тонауды жүзеге асырды. Олар семафор сигналын бұрмалау арқылы ашық далада пойызды тоқтатты. Қылмыскерлер керек вагонда ажыратып, машинистке Брайтгоу көпіріне айдауды бұйырды. Дәл сол орынға олар алдын ала жүк көлігін дайындап қойған болатын. Қарақшылардың олжасы 2,5 миллион фунтты құрады. Қазіргі ақшамен шамамен 46 миллион фунт. Ұзақ 3 айға жоспарланған ұрлық жарты сағатта жасалды. 120 қап ақшаны тиегеннен кейін банда көрші фермаға барып істің сәтті аяқталуымен бірге Рейнольдстың туған күнін де атап өтті. Онда қарақшылар бірнеше күн шарап ішіп, демалып, монополия ойнады. Дәл осы ойын үстеліндегі саусақ іздері тергеушілерге қылмыскерлерді табуға көмектесті. Қарақшылар түрмеге жабылды, бірақ полиция ұрланған ақшаны сол күйі таппады. Жапондық Синтаку Гинко банкының тоналуы 20 ғасырдың ең жұмбақ қылмыстарының бірі болып табылады. Бір қызығы қылмысты бір-ақ адам жасаған. 1968 жылдың күзінде банктың филиалына ғимаратқа қойылған бомба туралы хабарламалар келе бастады. Көп ұзамай қоңыраулар тоқтады, бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Инкассаторлар Тошиба зауыттарының біріне ақша тасымалдау кезінде полиция мотоцикліндегі белгісіз біреу тоқтатты. Ол зауыт басқарушысының үйі жарылғанын және инкассатор көлігінде де бомба болғанын айтты. Мұны естіген банктың 4 қызметкері салоннан асығыс жүгіріп шықты. Ал полиция қызметкері фургонның астына кіріп, түбін зерттеп жарылғыш құрылғыны іздегендей болады. Бір сәтте көлік астынан от пайда болып, түтін шыға бастайды. Ер адам көлік жарылады деп айғайлай бастады. Инкассаторшылар жан-жаққа қаша бастаған сәтте, ол рульге отырып 300 миллион йен ақшамен бірге ізін суытты. Жолда тек мотоциклмен пайдаланылған түтін бомбасы ғана қалды. Тергеушілер қылмысты бірнеше жыл бойы зерттегенмен, тапқыр ұрының кім екенін сол күйі таба алмады. Ниццадағы Societe Generale банкының тоналуы туралы бірнеше фильм түсірілген болатын. Фотограф Альберт Спаджари ақша қоймасы қалалық канализация коллекторына жақын екенін білгенде, оған туннель бұрғылау идеясы келді. Жоспарды жүзеге асыру үшін Спаджари кәсіби қылмыскерлер тобын жинады. Олардың бірі даблдың дірілге сезімталдық жүйесін алдын ала сынапта көрген болатын. Ол үшін олар банк ұяшығын жалға алып, оған механикалық сағат салып қояды. Түнде сағат шырылдаған кезде банктың даблы іске қосылмады. 2 айдан кейін 8 метрлік қазба дайын болды. Қылмыскерлер туннельдің қабырғаларын бетондап қана қоймай, жарықтандыруды да жүргізіп қойған екен. Бастилияны жаулап алған күнге арналған демалыс күндері олар сейфтерге жетіп бірнеше күннің ішінде ұяшықтарды босатып үлгереді. Тонау барысында вино мен жеңіл тағамдардан пикник ұйымдастырылды. Қазіргі ақшамен тонаушылар шамамен 24 миллион еуро ақша жымқырған екен. Ұрылар сейфтің қабырғасында қаруға, қатыгездікке, жек көрушілікке жол жоқ деген жазу қалдырған болатын. Қылмыскерлердің ешқайсысы жазаға тартылмады. Ал жалғыз айыпталушы Альберт Спаджари сот залынан қашып кетті. Бұл жағдайдан кейін оны ешкім көрмеген екен. Бельгияның Антверпен қаласы алмаз саудасының ең үлкен орталығы болып саналады. Олар арқылы әлемде өндірілген барлық өңделмеген гауһарлардың 80% және олардан жасалған асыл тастардың шамамен 50% өтеді. Қаланың орталық бөлігінде Антверпен дүниежүзілік алмаз орталығы орналасқан. Баға жетпес коллекцияны сақтауға жылу детекторы де, сейсмикалық сенсор жүйесі де көмектеспеді. Туриндік зергер Леонардо Натор Бартоло бастаған тонаушылар тобы барлық зергерлік бұйымдардың 2/3-ін ешкімге білдірмей қоймадан шығаруды жүзеге асырды. Тонауға дайындық 1 жылдан астам уақытқа созылды. Қылмыскерлер Голливуд сценарийі бойынша әрекет етті. Алдымен олар ойдан шығарылған фирманың атына кеңсені жалға алады. Одан кейін жақсы репутацияға ие болу үшін клиенттермен кездесіп, тіпті келісімдер де жасап үлгереді. Ең бастысы осы уақыт ішінде қарақшылар ақпараттарды магниттік картаға көшіріп, ғимараттағы барлық есіктерге сәйкес келетін әмбебап кілт жасап үлгерді. Ғашықтар күні олар қоймаға кіріп, бейнекамера объективтерін жапсырып, кассеталарды ауыстырып 100-ден астам сейфтерді тазартты. Сарапшылар ұрланған гауһар тастар мен зергерлік бұйымдарды 107 миллион долларға бағалады. 2009 жылы Стокгольм тұрғындары жергілікті полицияны тығырыққа тіреген ұрлықтың куәсі болды. Мұқият қорғалған ақша қоймасынан 1 миллиард крон ұрлау үшін қылмыскерлерге небәрі 20 минут қана уақыт қажет болды.
23 қыркүйек күні бетперде киген 3 қарулы адам алдын ала ұрланған тікұшақпен ғимараттың төбесіне қонады. Олар жарық терезесін сындырып, жарылғыш заттар мен болат сейфтерді сындырды. Қылмыскерлер олжаларын арқанмен жоғары көтеріп, соңынан барлығы сол тікұшақпен қашып кетеді. Бұл сәтте тәртіп сақшыларының қолынан ештеңе келмеді. Қылмыскерлер полиция тікұшақтарының ауаға көтерілмеуін де ойластырып қойған болатын. Олар ангарға муляж бомбаларын іліп, ал соңдарынан көлікпен қумас үшін жолға болаттан жасалған тікенектер шашып кеткен болатын. Сонымен қатар операцияға өте кішкентай алаңға қона алатын шебер ұшқыш та қатысты. Ұрланған ақшаның көптігі соншалық, қалалық банкоматтарда уақытша қолма-қол ақша тапшылығы пайда болды. Сонымен қатар тонау кезінде ғимаратта 20-дан астам қызметкер болған, бірақ олардың ешқайсысы зардап шекпеген екен. Менің бүгінге айтарым осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Ал сіздер қызықты видеолар өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.